Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде сауат ашу сабағы. Бүгінгі сауат ашу сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар, мәтін. Бүгінгі сабағымызда бізде 3 мақсатымыз бар. Бірінші мақсатымыз жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғары және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу. Екінші мақсатымыз мәтіннің мазмұнын, тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжау. Келесі мақсатымыз тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер, белгілерді қолдана отырып, үлгі бойынша шағын мәтін құрап жазу. Ұлттық тағам туралы түсінік беру. Ендеше балалар, мәтін дегеніміз не? Мәтін өзара байланысқан сөйлемдерден құралады. Мәтінге ат қоюға болады. Мәтін азат жолдан жазылады. Мәтінге жоспар құруға болады. Мәтіннің басы, ортасы, соңы болады. Мәтінде оқиғалар хабарланады, сипатталады, дәлелденеді. Яғни балалар, мәтіннің 3 түрі болады. Мәтін хабарланады, сипатталады, дәлелденеді. Ендеше оқушылар оқулықтың 45-ші бетін ашып, бірінші жаттығуға назар аударайық. Бірінші жаттығуда мәтінді түсініп оқы. Киіз үй ішінде бір топ ауыл ақсақалдары қымыз ішіп отыр. Әкем дастархан шетінде қымыз құйып отыр. Ол мені қасына шақырып алды. Аталарыңа сәлем беруді ұмытпа дегенім қайда? Деп сыбырлады. Мен үйден шыға жөнелдім. Біраздан соң үйге қайта кірдім. Ассалаумағалейкум аталар деп амандастым. Әкем басымнан сипап, жарайсың балам, әдепті бала, солай істейді деді. Бұл мәтіннің авторы балалар Бауыржан Момышұлы. Олай болса, Бауыржан Момышұлы туралы сәл мәлімет алайық. Ай мектеп. Маған мына кітап қатты ұнады. Бауыржан атамыз нағыз батыр, өте әділ, әрі адал адам болған екен. Батыр Бауыржан атамызды айтасыз ба? Иә, бұл Әзілхан Нұршайықовтың Бауыржан Момышұлы туралы жазған «Ақиқат пен аңыз» атты романы. Атамыздың әрбір әрекеті сондай әсерлі баяндалады. Мұнда батырдың бала кезінен бастап барлық өмірі жазылған ба? Бәрі деуге болмайды. Егер сені батырдың балалық шағы қызықтырса, Бауыржан Момышұлының өзі жазған «Ұшқан ұя» деген кітапты тауып оқы. Өзі жазған? Бауыржан атамыз жазушыда болған ба? Иә. Ұлы Отан соғысы кезінде 316 атқыштар дивизиясының құрамында 207 рет ұрысқа қатысып, 5 рет жау қолында қалып, 2 рет ауыр жарақат алған. Бір ұрыста Бауыржан Момышұлының омыртқасына оқ тиген. Батыр атамыз ешқандай дәрі-дәрмексіз ашық далада сол оқты алдыртып, шайқасқа қайта кіріскен. Қандай шыдамды? Ал соғыстан кейін не істеген? Соғыстан кейін жоғары әскери академияны бітіріп, сонда дәріс берген.
әскери қызмет аяқталып, демалысқа шыққан соң, басынан өткендерін жазуға отырған. 2010 жылы батыр жазушы шығармаларының 30 томдық жинағы басылып шықты. Балалар, біз жаңағы көрген бейне материалдан не түсіндік? Бауыржан Момышұлы тек қана жауынгер емес, ол жазушы да болған екен. Солай ма, балалар? Ендеше осы мәтінмен жұмыс жасайық. Мәтінге кәне ат қойып көрейік. Қандай ат қоюымызға болады? Әдепті бала, Бауыржан, немесе сәлем сөздің патшасы деп қоюымызға болады екен. Жақсы, балалар, келесі сұрақ. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Балалар, осы мәтінді оқыған кезде біз қандай ой түйдік? Нені түсіндік? Кәне ойланайық. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Үлкенді сыйлау, үлкенмен амандасу, кішіпейіл болуды түсіндік. Келесі сұрақ. Әдепті бала қандай болу керек? Әдепті бала кішіпейіл, мейірімді, сыпайы, үлкенді сыйлайтын болу керек. Солай ма, балалар? Жарайсыңдар. Келесі сұрақ. Өзің үлкендермен қалай сәлемдесесің? Кәне, балалар, ойланыңдар да жауап беріңдер. Дұрыс айтасыңдар. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум деп амандасамыз екен. Жарайсыңдар, балалар. Енді жаңағы оқыған мәтініміздің ішінен қазақтың ұлттық сусынын тауып беріңіздер кәне. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл мәтіннің ішінде қымыз деген сөз бар. Қымыз, яғни ол біздің қазақтың ұлттық сусыны, сүт тағамдарынан жасалатын сусын екен. Олай болса, қазір келесі слайдқа назар аударыңдар. Ұлттық тағамдар түрлі өнімдерден жасалады екен. Сүт тағамдарынан, балық тағамдарынан, ет тағамдарынан, жеміс тағамдарынан, ұн тағамдарынан, дән тағамдарынан да жасалады екен. Соның ішіндегі, балалар, біздер бүгін сүт тағаммен тереңірек танысамыз. Балалар, сүт тағамдарының қандай түрлерін білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Сүт тағамдарынан біз түрлі тағамдарды білеміз. Сүзбе, сарымай, қаймақ, ірімшік, айран, қатық, құрт. Өте жақсы, жарайсыңдар, балалар. Ендеше біздер осы сүт өнімдеріне байланысты мына тапсырманы үй тапсырмасына аламыз. Алдымен үй тапсырмасын түсіндіре кетейін. Мына тірек сөздер арқылы сіздер бүгінгі тақырыпқа байланысты мәтін құрауларыңыз керек. Яғни ол мәтіннің ішінде сүзбе, ұйыған айран, дорбаға құяды, езіп қосады деген сөздер болуы керек. Сонымен, балалар, бүгін сіздер жаңа тақырыптан не түсіндіңіздер? Мәтін дегеніміз не екен? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Мәтін бірнеше бөліктерден тұрады. Оған ат қоюымызға болады. Оның азат жолдан бастап жазылатынын білдік. Ендеше, балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.